Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін біз үй жағдайында өте дәмді болып пісетін, балалар өте сүйіп жейтін гамбургер жасаймыз. Алдымен гамбургеріміздің қамырын жасауға кірісеміз. Қамырын жасамас бұрын біз гамбургердің аппара жасап аламыз. Оған бізге қажетті жылы сүт, құрғақ дұрыш және де ұн қажет. Үшеуін біріктіріп, жақсылап араластырып, жылы жерге қойып қоямыз. Жылы жерге шамамен 30-40 минут тұрады. Біздің қамырымыз, аппарамыздың үсті көпіршіктеніп, кішкене көтерілу қажет. Үстін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Ол бізде ашуға дайындалғанша майымызды алдын ала ертіп аламыз. Міне біздің қамырымыз кішкене көтеріліп, үсті көпіршіктенді. Үстінен жұмыртқамызды, сары майымызды, қантымызды, тұзымызды қосып, жақсылап қамырымызды біркелкетіп илеп аламыз. Қамырымызды жұмсақ етіп біркелкі болғанша илеп алдық. Енді үстінен қалған ұнымызды қосып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Қамырларыңыз қатты болып қалмасын, жұмсақ етіп қамыр илесіздер. Міне видеода көрініп тұр. Менде жұмсақ қамыр болып шықты. Енді үстін жауып, ашығанша жылы жерге қойып қоямыз. Кішкене ғана көтерілгеннен соң үстін қайттан илеп және де үстін жауып 1-2 сағатқа жылы жерге қойып қоясыздар. Қамырыңыз үлкен болып ашығаннан соң, міне менде үлкен болып қамырым ашыды. Ашып болғаннан соң булочкамызды дайындауға кірісеміз. Ыдыстан қамырымызды түсіріп, булочкамыздың формасын жасаймыз. Әрбір булочкаға менде 105 грамм қамырдан кетті. 105 грамм қамыр бұл қатты үлкен немесе қатты кішкентай болмайды. Барлығын сол 105 граммдан жасап көріңіздер. Формасы орташа болып шығады. Одан соң қамырымызды дөңгелекше етіп, гамбургеріміздің формасын келтіріп аламыз. Формамыздың үстіне пергамент қағазын төсеп, гамбургеріміздің қамырын алшақ етіп орналастырамыз. Себебі піскен кезде барлығы көтеріледі, жабыс қалмау үшін. Содан соң үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт сеуіп, 180 градуста духовкамызда пісіріп аламыз. Міне біздің булочкамыз пісті, әдемі болып көтерілді. Жеңіл және де дәмі өте керемет болып шықты. Енді біз гамбургердің ортасындағы котлетасына кірісеміз. Ол үшін бізге фарш, теркадан өткізілген чеснок және де ұсақталған пияз, тұз, бұрыш қостым. Барлығын жақсылап араластырып аласыздар. Содан барлығын араластырып болғаннан соң біз котлетамыздың формасын келтіріп, дөңгелекше етіп, жалпақтау етіп жасайсыздар. Мен бұл жерде котлетамды кішкентай етіп жасадым, себебі балалар жеуге ыңғайлы болсын деп. Сіздер үлкен жеу етіп жасай беріңіздер, себебі піскен кезде котлеталарыңыз кішірейеді. Барлығын жасап болғаннан соң майымызда 2 шақтама қыздырып, қызарғанша қуырып аламыз. Булочкамыздың ортасын 2-ге бөліп, әрқайсысын 2-ге бірдей етіп бөліп аламыз. Бөліп болғаннан соң гамбургерімізді жасауға кірісеміз. Үстінен кетчуп, майонезіңізді құясыздар. Бұл өздеріңіздің қалауыңыз бойынша. Мен кетчуп, майонез азырақ етіп құйдым. Одан соң үстіне котлетамызды қойып, салат кетчуп майонезімізді азырақ сеуіп, салатный листья, содан соң помидор, соленый огурцы қойдым. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша қойсаңыздар болады. Свежий огурцы қойсаңыздар да болады. Үстінен сырымызды қойып, үстін гамбургердің екінші бөлігін жауып,
дайындаймыз. Осымен біздің гамбургеріміз дайын. Баршаңызға ас болсын.